Облысымыздың тіл мамандары бас қосып, мемлекеттік тілді қарқынды дамыту жөнінде тәжірибе алмасты. Іс-шараға Назарбаев университетінен арнайы оқытушылар келіп, тиімді әдістерімен бөлісті. Тіл құрал әдістемелік кешен аясында ұйымдастырылып отырған тренинг ауқымды деңгейде өтті. Себебі іс-шараға облыстың біршама өңірлерінен, серіктес қалаларынан тіл оқыту орталықтарының әдіскерлері келіп жиналды. Тәжірибе алмасу барысында құнды деректер мен тың идея айтылды. Іс-шараның басты мақсаты өңірлердегі тіл орталықтарының оқытушыларын жинап, өзара тәжірибе алмасу, қазіргі кезде қолданып жатқан заманауи технологиялармен таныстыру, грамматиканы математикалық формуламен үйрету. Екіншіден, сабақтарымда заман талабына сай, қазір барлығы көп бізге әсіресе қызметкерлер келеді ғой, мемлекеттік қызметшілер, со кісілердің арасында психологиялық тест ұйымдастыру. Тренинг бағдарламаға Назарбаев университетінен білікті мамандар келіп, жазылым әрекетін интерактивті жаттығулар арқылы дамыту жолдары бойынша Life Worksheets платформасын өткізді. Топпен жұмыс дегенде, мысалы, мен сіздерден сұрап отырмын ғой қазір, іштеріңіздегі ең белсенділер ғана сөйлейді, ал сөйлемейтіндер олар сабақта да солай үндемей отыра береді. 45 минут бойы сөйлемеуге дайын ол балалар. Маған тиіспесе болды деп отыра береді. Яғни бұл топтық жұмыстың үлкен минусы. Онымен қоса түрлі платформалар жөнінде әңгімелер қозғалды. Жазылым жұмыстарын үйлестіру және формативті бақылау сынды тақырыптарды мамандар өз тәжірибелерімен бөлісті. Өз аумағында оң нәтиже беріп жатқан лайфхактар да айтылды. Осы тренингқа бізде дәріс беруші ретінде Назарбаев университетінен ғалымдар шақырылған. Және де осы тренингтің мақсаты қазіргі таңдағы тіл оқытудағы озық тәжірибемен бөлісу және де заманауи мультимедиалық мүмкіндіктерді пайдалану. Шара барысында тілдерді оқу мен оқыту нәтижелі тәсілдемелері үйретудің тиімді әдістері бойынша да әңгіме өрбіді. Жиналғандар бір-бірімен тәжірибе алмасып, жаңа тың идеялармен бөлісті. Мұндай кездесулер мемлекеттік тілдің мерейін өсіру үшін оң нәтиже береді деген сенімде. Жандос Бақытұлы, Серік Тоғаев, Наталья Зайц, 5-ші арна.